Қазақстанда миллиардтаған емес, тіпті триллиондаған теңге табыс табатын компаниялар бар екенін білесіз бе? Олардың арасында зауыттар, кен орындары, құрылыс компаниялары, автодилерлер және Қазақстандағы ең танымал сауда желілері бар. Бүгін біз Forbes Қазақстан рейтингі бойынша Қазақстандағы ең ірі 10 жеке компанияны анықтаймыз. Ал бірінші орында тұрған компанияның бір жылдық түсімі 1 триллион 800 миллиард теңгеден асады. Ендеше бастайық. 10-шы орын қазақстандық коммуналдық жүйелер. 10-шы орында қазақстандық коммуналдық жүйелер, қысқаша ККС. Бұл компания электр және жылу энергиясын өндіру және жеткізу саласында жұмыс істейді. ККС Қазақстанның бірнеше облысында және Шымкент қаласында энергетикалық нысандарды басқарады. 2024 жылы компанияның түсімі 328,6 миллиард теңгені құрады. Компанияда шамамен 8800 адам жұмыс істейді. 9-шы орында Orbis Auto. Бұл Қазақстандағы ірі автомобиль компанияларының бірі. Компания бірнеше танымал автомобиль брендтерін Қазақстан нарығында ұсынады және ондаған дилерлік орталыққа ие. 2024 жылы Orbis Autoның түсімі 448 миллиард теңгеден асты. Компанияда шамамен 2700 адам жұмыс істейді. 8-ші орында Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі, яғни ССГПО. Бұл кәсіпорын Қазақстандағы ең ірі темір рудасын өндірушілердің бірі. Компанияның құрамында бірнеше ірі карьер, шахта және кен байыту өндірістері бар. 2024 жылғы түсімі 416,9 миллиард теңгені құрады. ССГПО-да 8600-ден астам адам жұмыс істейді. 7-ші орында Қазақстандағы ең танымал сауда желілерінің бірі Magnum Cash Carry. Magnum дүкендері Қазақстанның көптеген қалаларында орналасқан. Компания азық-түлік және күнделікті тұтынатын тауарларды сатады. 2024 жылғы түсімі 453,13 миллиард теңге болды. Ал компанияда шамамен 9600 адам жұмыс істейді. 6-шы орында BA Group. Бұл Қазақстандағы ең ірі құрылыс және девелоперлік компаниялардың бірі. Компания тұрғын үйлермен қатар коммерциялық ғимараттар мен инфрақұрылымдық жобаларды да жүзеге асырады. 2024 жылы BA Group'ның түсімі 979 миллиард теңгеден асты. Ал таза пайдасы 118 миллиард теңгеден жоғары болды. Компанияда 7500-ден адам астам жұмыс істейді. 5-ші орында Қазхром. Компания тау-кен металлургиясы және ферроқорытпа өндірісімен айналысады. Қазхромның құрамында Ақтөбе және Ақсу ферроқорытпа зауыттары, сондай-ақ ірі кен өндіру кәсіпорындары бар. 2024 жылғы түсімі 1 триллион 2 миллиард теңгеден асты. Компанияда шамамен 19700 адам жұмыс істейді. 4-ші орында Кармет. Бұл Қазақстандағы ең ірі болат өндіруші және тау-кен компанияларының бірі. Компания болат, көмір және темір рудасын өндіру бағыттарында жұмыс істейді. Кармет құрамында 8 көмір шахтасы және бірнеше ірі өндірістік кәсіпорын бар. 2024 жылғы түсімі 752,17 миллиард теңгені құрады. Компанияда 35 мыңнан адам жұмыс істейді. 3-ші орында Астана Motors. Компания 1992 жылы құрылған және бүгінде Қазақстандағы автомобиль нарығының ең ірі ойыншыларының біріне айналды. Астана Motors автомобиль сату, сервистік қызмет көрсету және автомобиль өндірісімен айналысады. Компания Қазақстанда көптеген танымал автомобиль брендтерін ұсынады. 2024 жылғы түсімі 1 триллион 180 миллиард теңге жуық болды. Компанияда 10600-ден адам астам жұмыс істейді. 2-ші орында Қазақмыс корпорациясы. Бұл Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші компаниялардың бірі. Компанияның құрамында кеніштер, байыту фабрикалары және мыс балқыту зауыттары бар. Кәсіпорындар негізінен Ұлытау, Қарағанды, Абай және Жамбыл облыстарында орналасқан. 2024 жылғы Қазақмыстың түсімі 1 триллион 433 миллиард теңгеге жетті. Компанияда 31 мыңнан адам жұмыс істейді. 1-ші орын Казминералс. Қазақстандағы ең ірі жеке компания Казминералс. Компания негізінен мыс өндірумен айналысады. Қазақстандағы ең маңызды өндірістік нысандарының қатарында Ақтоғай және Бозшакөл кеніштері бар. 2024 жылы Казминералстың түсімі таңғаларлық 1 триллион 810 миллиард теңгені құрады. Ал таза пайдасы 604 миллиард теңгеден асты. Компанияда шамамен 13 мың адам жұмыс істейді. Осы көрсеткішпен Казминералс Forbes Қазақстан рейтингінде 2-ші жыл қатарынан 1-ші орынға шықты. Міне, Қазақстандағы ең ірі 10 жеке компания осылар. Ал сіз осы компаниялардың қайсысын бұрыннан білдіңіз? Пікірге жазыңыз.